Құрметті тыңдарман, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосу мақсатында арнамызға тіркеліп, өз алған әсеріңізді немесе ұсыныстарыңызды жаза кетсеңіздер болады. Адамға түкірме. Аңыз қиссаларда іблістің жаман әдеттерінің бірі түкіру деп айтылады. Әлімсақта аспанға түкіремін деп Алланың теріс назарына ұшырайды. Онан кейін ұлық Алла адамды жаратқан кезде ібліс періштелерді ертіп адамды тамашалауға келеді. Ібліс адамның қарнын ұрады. Сол кезде даңғыр ете қалған дыбыс шығады. Ібліс: ішің даңғырлақ екен, сірә мақтаншақ боларсың. Бүкіл өмірің осы қарныңды тойдырумен өтер деп қарынға түкіріп жібереді. Іблістің түкірігі адамның кіндік тұсына түскен екен. Аллах Жибрилге іблістің түкірігін алып таста деп бұйырады. Жибрил түкірік түскен жерді ойып алып тастайды. Ойылған жерден адамның кіндігі пайда болыпты. Жаббар хақ кіндіктен ойылып алынған бір шөкім балшықтан итті жаратады. Ит осылайша әлімсақтан адамның серігіне айналады. Ит адамның кіндік балшығынан жарылған соң терісі түксіз жалаңаш болыпты. Іблістің бойында қызғаныш оянып, адамға кектенеді. Адамға тисейін десе, Алладан қорқады. Бір күні адамға қарап тұрып: Алла сені несіне жаратқан? Түрің құрысын деп бетіне түкіріп жібереді. Сол сәтте ит адамды қорғап, ібліске тап береді. Ібліс итке ашуланып, қаһарын төгеді. Іблістің қаһарынан ит тоңып өледі. Хақ тағала иттің ерлігіне риза болып, оны қайта тірілтіп, денесін жүні қалың терімен қаптайды. Адамның шаңырағынан мекен береді. Ал ібліс адам бетіне түкіргендіктен адам әр түрлі кеселге шалдығатын болыпты. Әлімсақтан бастап адамның бетіне түкіруге болмайды деген ырым қалады. Кісіге қарап есінеме. Ертеде Мұхаммед пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, сахабаларымен сұхбаттасып отырыпты. Жүрек көзімен қараса, жандарында ібліс те жүр екен. Пайғамбар онда: әй малғұн, мұнда не істеп жүрсің деп сұрайды. Мен үшін қолайлы мекеннің бірі есінеген ауыз. Ауызды ашып есінесе, байқатпай түкіріп жіберем. Сосын ол адамның аузы бейпіл сөзге бейім келеді депті. Пайғамбар оның сөзін естіп селк ете қалады. Сол сәтте Аллах одан қорғанудың сырын ашады. Адамның оң қолында менің шарапатым болады. Есінеген адам алақанмен аузын жапсын. Сол кезде ібліс ол ауызға лаңын сала алмайды дейді. Содан бастап пайғамбарымыз сахабаларына есінеген кезде оң қолының сыртымен аузын басу қажет екенін ескертіпті. Құлақ неге шыңылдайды? Мұхаммед пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Миғраж сапарында алып бәйтеректі көреді. Ағаштың жапырағына сән жетпейді. Әр жапырақта өмір сүріп жатқан адамдардың аттары жазылыпты. Пайғамбар Жибрилден: бұл не деп сұрайды. Жибрил: бұл адамның тағдыры. Кімнің дәм тұзы таусылса, жапырақтың біреуі үзіліп жерге түседі. Жапырақ қиылғанда адамның өмірі қоса үзіледі. Жапырақ жерге түскенше марқұм болған адаммен аттас пенделердің құлақтары шыңылдайды. Яғни періштелер: сенімен аттас бір адам дүниеден өтті. Бұл күн сенің де басыңа келеді деп тірілердің есіне өлімді салып тұрады. Егер ол марқұм пейішке кетсе, тірінің оң құлағы шыңылдайды. Ал егер тозаққа кетсе, аттасының сол құлағы шыңылдайды дейді. Пайғамбар Миғраждан қайтқан соң үмметтерін жинап алып: оң құлақтарың шыңылдаса, Сүбханалла деп айтыңдар. Сол құлақтарың шыңылдаса, Астағфирулла деп тәубе етіңдер деп өсиет айтыпты. Ухлеме. Ертеде бір жігіттің қарт шешесі болыпты. Шешесі ауырып, төсек тартып жатып қалады. Жігіт отын шауып, оны қалаға сатады екен. Шешесі күнде баласының қамын ойлап төсекте отырады. Баласы кешке үйге келгенде: балам, шаршадың ба деп сұрайды екен. Баласы шаршаса да білдірмей: шаршаған жоқпын апа деп жауап береді. Бұл сөз ауру шешесіне кішкене де болса қуат береді екен. Бір күні баласы жұмыстан шаршап келеді. Жанына батқан ауырлығы шаршатты ма, баласы ошақтың жанына жылынып отырып ахлеп ухлейді. Шешесі ұлының қатты қажығанын сезеді. Баласының жағдайы жанына батқан шешесі ұлын түнімен уайымдап жүрегі қысыла бастапты. Баласы еш шара жасай алмай отырып қалады. Таң ата шешесі сарыуайымнан жан тәсілім болыпты. Баласы анасының жүрегіне қайғының дертін салғаннан өкініп, өкіріп жылапты.
Содан бері ата-ананың жанында отырғанда ахлеп ухлеме, олардың жанына батат деген тыйым пайда болыпты. Екінші бір аңызда Мұхаммед пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келген кезде Ібліс ах, ух деп күрсініп, қайғырған екен деп те айтылады. Күлді жерді баспа. Жастау кезінде Хауананы Ібліс жиі азғырыпты. Хауана жерге түскенде оған бірінші рет хайыз келеді. Ол қанды көріп, не істерін білмей қатты сасады. Сол кезде оған Ібліс келіп, қанды күлге таста деп кеңес береді. Тәжірибесіз Хауана оның айтқанын жасайды. Біраз уақыт өткен соң күл қоқыстан албасты жындылар мен деу перілер өсіп шығады. Олар шешеміз осы деп Хауанаға жабысады. Хауана қатты шошып адам атаға тығылады. Екеуі оларды қуып жібереді. Жындар мен албастылар анамыз бізді кері тепті деп адам ата мен Хауанаға өшігеді. Содан бастап адам ұрпағы түнде жалғыз жүрсе, далаға жалаңбас шықса, дәретхана мен күл қоқысты бисмиллясыз басса, жындар оларға ауру болып жабысады екен. Күл қоқысты, кір суды бисмиллясыз баспа, лас жерге жалаңбас барма деген тыйымдар осыған байланысты шығыпты. Нан қиқымын шашпа. Бірде Ибраим пайғамбар Құдайға: «Уа жаратушы ием, өзімді бай еттің, төрт түлігімді сай еттің, алмақтың да салмағы бар деген. Мыңғырған малдың сұрауы қиын болама деп қорқам. Артығын қайтып ал, мен азға қанағат қылайын» дейді. Аллах оған: «Әй Ибраим, берекем қашып, малым сарқылсын десең, бұдан былай нанды отырып емес аттың үстінде же. Нанның қиқымы шашылып, жерге түссін. Нан рәсуа болса, берекең кетеді. Мен ырысты нанның қиқымына жасырғам. Сен ас жегенде бір түйірінде жерге түсірмей, етегіңе салып жинап аласың. Сондықтан береке дарып, саған дәулет тез бітті» дейді. Нан қиқымын теріп же, бай боласың деген сөз Ибраимнан қалып деседі. Осы тыйымға орай ел ішінде мынадай да қызық аңыз сақталған. Ертеде ағайынды жалшы жігіттер байдың қойын бағып жүреді екен. Бай олардың еңбек ақысына бір жапырақ нан мен бір кесе сүт береді екен. Бір күні ағасы нан жеп отырып, оның қиқымын жерге түсіріп алады. Ысырап болды ғой деп нанды іздей бастайды. Кеш батып, қас қарайып қалған кез екен. Ол нанның қиқымын түскен жерге таяғын қадап кетеді де, ертең жарық кезде келіп тауып алармын деп ойлайды. Ертесіне келсе, таяғы қап-қатты, ауыр темірге айналып кетіпті. Оны жерден әрең дегенде суырып алады. Қараса, темір дегені алтын екен. Жігіт бір күні байып шыға келеді. Ертесіне інісі қалай байығанын сұрайды. Ағасы болған жайтты айтып береді. Інісі де ертесіне нанды жерге шашып, қиқым түскен жердің бәріне ағаш қатып кетеді. Таңертең келіп қараса, ағаштары алтынға емес, сом темірге айналыпты. Ниетінде кінәраты бар інісі ақжүрек ағасы сияқты бай бола алмапты. Нанның қиқымын қадірлеу туралы ғибратты аңыздар Миғраж оқиғасында да айтылады. Мұхаммед пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Миғражға барғанда бір адамды көреді. Ол түйенің үстіне мініп алыпты. Қолында ұзын, инедей жұқа таяғы бар екен. Сонымен тау тасты шұқып, бір нәрсе іздеп жүреді. Әлсін-әлсін бір құс келіп, оның басынан шұқып өтеді екен. Пайғамбар Жибрейілден: «Бұл кім? Не қылған пенде?» деп сұрайды. Жибрейіл періште: «Бұл адам пәни дүниеде нанның қиқымын бейберекет шашып жеген. Ысырап, обал дегенді білмеген. Ысырапшылығы үшін Хақ Тағала ол адамға махшар алаңында жер бетінде өзі түсірген нанның қиқымын түйенің үстінде тұрып тергізеді» дейді. Ал құс не үшін оның басын қайта-қайта шұқып кетеді? Ол нанның қиқымын таптап жүре беретін еді, жинауға ерінетін. Нанның обалы қара құсқа айналып төбесінен осылай шұқып кетеді деп жауап береді. Пайғамбарымыз Миғраждан келгесін сахабаларына нанның қиқымын шашпау, теріп алып қастерлеу туралы өсиет айтқан екен. Осы өсиет бізге жетіп, қазақтар пайғамбар сүннеті деп нанды қатты құрметтейтін болыпты. Бертінге дейін қазақ арасында нанның қиқымын шашпаңдар, обал болады, құт берекені періштелер мен хордың қыздары нанның қиқымына жасырады. Қиқымды теріп жесең, бай боласың деген түсінік болған. Нан қиқымының шарапаты. Діни аңыздарда перғауынның саусақтары тозақ отына кірмейді деп айтылады. Мұса пайғамбарға қиянат жасап, оның қауымын азапқа душар қылған перғауын Құдайдың қаһарына ұшырайды. Әскермен бір қызыл теңізге қарық болыпты.
Алайда оның бір ғана Құдай сүйер ісі болыпты. Ол тамақтан соң дастархандағы қалған құтқан нан қиқымын саусақтарымен сыпырып жеп қояды екен. Осы қылығы үшін Құдай оның саусақтарын отқа жандырмай, сау сәлемат сақтаған дейді.